Сәлем достар, бүгін сіздермен өте күшті булочка пісіретін боламыз. Өте жұмсақ, дәмді әрі оп-оңай рецепт. Булочкада жаңғақты жақсы көретін болсаңыз, тіпті 100% ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз, себебі соңында булочкаңыз күшті болып шығатын бір секретпен бөлісемін. Ең алдымен қамырдан бастаймыз. Ол үшін жылы сүтке ашытқы, қант, сұйық май, тұзды қосып араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнды 3 бөлікке бөліп ақырындап қосамыз. Алдымен қасықпен араластырамыз, содан кейін қолмен қамырымыздың иі қанғанша илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысқақ болады, бірақ қатты емес. Қолымызға кішкене сұйық май алып, майлап, ары қарай тағы кішкене илеп, ыдысымызға салып, бетін жауып 1-1,5 сағатқа 2-3 есе үлкейгенше жылы жерге қойып қоюымыз керек. Енді жаңа қосылған салмасын дайындаймыз. Ол үшін блендер ыдысына кез келген жаңғақты салып, менде фундук, қантымызды салып, блендермен майдалап ұсақтап аламыз. Осындай майда етіп аламыз. Міне қамырымыз осылай 3 есеге өсті. Енді тақтайға немесе дастарханға аздап ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Мен қамырды 2-ге бөлдім, жұмыс жасау үшін оңай болады. Енді бір қамырды осылай оқтаумен жайып аламыз, 5-8 мм болатындай. Үстін бөлме температурасында тұрған жұмсақ маймен майлап, салмамыздың жартысын бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың бір жағын алып 2-ге бүктейміз. Үстінен қолмен кішкене өтіп, сосын оқтаумен қатты баспай тегістеп аламыз. Енді пышақпен 2-2 см болатындай осындай полоскаларды кесіп аламыз. Әр полосканы видеода көрсетіп жатқандай бұрап, екі жағын бір-біріне жақсылап жабыстырамыз. Мен видеода көрсетіп жатқандай бүктелген жағымен полосканың ұш жағын жауып жабыстырамыз. Жақсылап фиксировать етпесе көтерілгенде ашылып кетуі мүмкін. Осылай барлық булочканы сақина етіп формаға келтіріп алған соң, пергамент төселген противеньге орналастырамыз да қайтадан 20-25 минутқа бетін пленкамен немесе майлықпен жауып қоямыз. 20 минут өткен соң байқасаңыздар булочкаларымыз тағы көтерілген, жаңағы бір-біріне жалғанған жерімізді қайтадан жабыстырып аламыз. Себебі пісіп жатқанда ашылып кетуі мүмкін. Енді жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаны булочкаға жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 15-20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мен жартысының бетіне жұмыртқа жаққан соң тростниковый қант сеуіп шықтым. Міне айырмашылығы осылай болады. Қант себілген аппетитті көрінеді екен, сол себепті бәріне сепсеңіз де болады. Міне пісіп шыққан соң осындай жұмсақ өте күшті тәп-тәтті болып шығады. Жартысының бетіне сахарная пудра сеуіп қойдым, ал жартысын осылай өз қалпында қалтырдым, себебі қантпен өте әдемі көрінеді екен. Енді сіздерде де осылай күшті шығу үшін қыздар жасап бастағаннан аяғына дейін білетін сүрелеріңізді оқып, аятыл курси особенно сүресін оқып, салауат айтып жасап жүрсеңіздер, любой жасаған тамағыңыз, выпечкаңыз идеальный болып шығады иншалла. Секрет тек қана осыда қыздар. Енді міндетті түрде осы секретті қолданып, істеп көріңіздер. Результатын Алла береді, өздеріңіз көресіздер. Күшті болып шығады. Видеом пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, туыстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ас болсын.